Нұрлан, $80 менен жоспарымда iPhone жоқ па? Демек iPhone'ның рекламасы маған 100 рет шықса да мен алмауым керек. Сен жинаған 900 теңге сенің бір жыл өмірің, яғни бір жыл жинаған ақшаң, айтқанда шетелге барып адам секілді демалып келуге жетпейді. Мен қаржы сауаттылығын үйренсем, бай болып кетемін. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып қаржы сауаттылығы. Қысқаша тоқталсақ, енді тақырыпты толығанда аша алмасақ та, әйтсе де бір белгілі бір пайда бере алсақ. Бізде адамдарда мынандай миф бар. Бірінші миф, мен қаржы сауаттылығын үйренсем, бай болып кетемін. Яғни мені байлыққа жеткізбей жатқан нәрсе менің қаржылай сауатты болмаған. Окей. Одан кейін екінші миф, қаржы сауаттылығы бұл пайыздардан тұрады. Мен 10% тамақтанамын, 20% шығындаламын, 50% анаған, 20% анаған деген секілді 30, 20, 20, 50 әдісі бар, немесе 10, 10, 10, 20, 50 әдісі бар. Яғни осында ақшаларды бөліп шығады. Окей, осы жерде бір нәрсені алайықшы. Мысалға, қазынаға біз айына 10%-дан жинайық. 10%-дан жинадық, айлығымыз 500 мың теңге. Жарайды, 750 мың теңге орташа айлық есептеп алайық. Енді қазір уақытта 750 мың теңге айлық алатын кісілер өте аз. Бірақ 750 мың деп алайық. Айына 10%-дан жинайтын болса, 750 мың, 150 мың, 900 мың теңге айлық жинайды бір жылда. Енді 10%-дан жинайтын болсақ, ол бір жылда, яғни біздің бір жыл өміріміз кетті. Жинаған ақшамыз 900 мың теңге. Өте дөрекі, бірақ ренжімеңіз. Сен жинаған 900 мың теңге сенің бір жыл өмірің, яғни бір жыл жинаған ақшаң, айтқанда шетелге барып адам секілді демалып келуге жетпейді. Иә, мынандай бір арзан рейстермен бару, арзан қонақ үйде жату, эконом вариантта болатын шығар, бірақ ол жастық шақта. Бірақ сен 25-тен кейін, мысалы отағасы болғаннан кейін, немесе сен бала-шағаң болғаннан кейін, сен олармен бір экономда барып, экономда өмір сүрмейсің. Яғни былай айтқанда, қарапайым бір адамның норма демалуына 900 мың теңге жеткіліксіз. Яғни сен ойлап қарашы, бір жыл жинаған ақшаң жетпей жатыр. Сол үшін мына бір 10%-бен жинаймын, 10%-бен бір керемет болып кетемін деген нәрсені адам миынан шығарып тастау керек. Бұл үшінші миф. Біз жинаймыз, яғни жинау дұрыс әрекет. 10% ба, 5% ба, 20% ба, бұл өзіңіздің еркіңізде, патша көңіліңізге қалдырды. Бірақ бұл нәрсені біз не үшін істеп жатырмыз? Бұл әдет қалыптастыру үшін. Басқа ештеңе емес. Мысалға, сен қазір 700 мың теңге айлық алып жатсың, сен 10%-ын қазынаға тастап үйрендің, сен де әдет қалыптасты. Бұл әдеттің берер пайдасы, ертең сен кәсіпкер болуың мүмкін, іскер маман болуың мүмкін, қабілетің жоғары болған маман болуың мүмкін. Айлық табысың 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллионға жеткен кезде де әлгі әдет сенде болады. Яғни бұл нәрсені біз не үшін жасап жатырмыз? Мен ертең табысын қазіргіден 10 есе артқан кезде де менде осы бір қазынаға 10% тастау деген әдет қалыптасып қалу үшін ғана жасаймыз ол нәрсені. Яғни сен егер 5 миллион теңге табыс табатын болсаң, бір жылдық сенің қазынаңда 6 миллион теңге ақша болады. Бұл көзге көрінер, қолға ұстар, берері пайдасы көбірек болған ақша, чем 900 мың теңгеге қарағанда. Мәселе осы жерде. Сол себепті осындай бір мифтарды шығарып тастасақ, ал одан кейінгі сессия жоспар құрмау. Яғни біз пайыздарға бөлеміз. Мысалы, мен осы айда ақшамның 10%-ын былай істеймін, 20%-ын тамаққа істетемін деген секілді. Бірақ жалпы қаржыға қатысты адам жоспар құрмайды екен, ол мына нәрсені түсіну керек. Айдың соңы неме қарызбен аяқталады ол кісінің өмірінде, немесе ол кісінің өмірінде ақша қайда келген, қайда кеткен білмей қалады. Айдың аяғы немесе квартальный айдың аяғы бұл не рассрочкамен немесе қаржыдан аяқталады. Өйткені бізде жоспар жоқ. Ал жоспардың бір жақсысы ол приоритет береді. Мысалға, мен осы айда жоспарымда iPhone жоқ па? Демек iPhone'ның рекламасы маған 100 рет шықса да мен алмауым керек. Немесе түрлі бір курстар шықса да, ойбай, соңғы орын қалды деген секілді. Мына нәрсені түсіне алайық. Ақшаң бар кезде кез келген нәрсе арзан. Ақшаң жоқ кезде кез келген нәрсе қиын. Ақшаң жоқ, мысалға, iPhone'ның бағасы 600 мың теңге, ол қымбат. Ақшаң бар, iPhone'ның бағасы 600 мың теңге, ол сен үшін арзан. То есть бір рассрочкаға алданып қалу, мен тиімді алып жатырмын деген мәселелерді адам кішкене миынан шығарып тастау керек. Ақша бар кезде кез келген нәрсе бізге арзан болып көрінеді. Ақша жоқ кезде қымбат болып көрінеді. И сол себепті де біз ол нәрсені бір бөліп төлеуге, сондай бір рассрочкаға құмар болып тұрамыз. Қаржыға қатысты осындай бізде мифтар бар. Осы мифтардан арылып алсақ,
бәлкім біреудің өмірінде ол жұмыс жасап жатқан нәрсе шығар, бірақ мен үшін бұл миф деп есептеймін, бұл пайда бермейді. Өйткені мен бұның әлі қоғамда бір пайдасын көріп жатқан азаматтарды көрген жоқпын. Қаржыға қатысты жоспарды құрған кезде пайызды қолдануға болады. Мысалы мен осы айда 500 мың теңге айлығы бар, оның бағында бір 10%-ын мына бір шығындарыма беремін, 50 мың теңге мына жаққа алып қойды, 30 мың теңге мына жаққа алып қойды. Бірақ ол белгілі бір шаблоннан емес. Мысалға Асқар осылай жасап жатыр екен, мен де осылай жасаймын. Марлон Сейсенбай былай істейді екен, мен де былай істеймін деген секілді. Марлон Сейсенбай ол доллардың миллионері. Ол кісі ақшасын қалай жұмсаса да, қалай бөлсе де ол өз еркінде. Бізде ондай артымызда ондай фильм подушка жоқ екен. Біз олай шешім қабылдау, ондай бір приоритеттердің өзегінде өмір сүруіміз қаншалықты тиімді болады білмеймін. Мен олай жасап көрмедім. Яғни осындай әдістер бар, яғни пәленше деген бай былай істейді екен, пәленше деген бай былай істейді екен деп, солардың бір әрекеттерін өзімізге алып алу деген мәселе. Әр адам индивидуал, оның қаржыға жандасуы әртүрлі болады. Қаржы сауаттылығы дегеніміз ол бір бағана айтқан нәрселеріміз емес, енді маған қойса, мысалға қаржы сауаттылығы деген сөздің анықтамасын бер дейтін болса, мен бір-ақ нәрсе айтатынмын: саналы басқару. Қаржыңды саналы басқару, саналы жұмсау. Мысалға не үшін төлем жасап жатсың деген сұрақтың жауабы бізде болу. Біздің шығындарымыз ол көңілдің қалауымен, сезімнің етегінде емес, бәлкім ақыл мен сананың шешімі болуы қажет деп білемін. Міне осы нәрсе мен үшін қаржы сауаттылығы. Одан кейінгі бағана мәселе, қаржы сауаттылығын үйренген адам бай болып кете ма деген нәрседе мен білмеймін. Алланың ризығы, бай болып кете ма жоқ па. Бірақ байлыққа деген, яғни оның бай болу вероятностын көбейтеді, пайызын көтеріп береді. Мысалға, қазір мен Алматыдан Астанаға жолға шығатын болсам, және сіз Алматыдан Астанаға жолға шығатын болсаңыз, екеумізге де бірдей көлік берілді, бірақ маған жолдың картасы берілмеді. Мен бұрын Алматыға, Астанаға барып көрмегенмін, бірақ сізде карта бар. Сіз қалай бару керек екендігін білесіз. Енді кім бірінші Астанаға жетіп барады, немесе кімнің Астанаға мысалға 12 сағатта жетіп бару ықтималдылығы жоғары екен? Әрине сіздікі, өйткені сізде карта бар. Тура солай кез келген курстар болсын, осындай бір қаржы сауаттылығы болсын, компанияны жүйелеу болсын, даму болсын, бұл сізді ешқашан бай етіп қоймайды. Бұл сіздің жай ғана байлыққа жетуге бір ықтималдылығыңызды көтеріп береді, вероятностьті көтеріп береді. Өйткені басқалар білмеген нәрсені білесіз, демек сізде нәтиже басқаларға қарағанда өзгеше болуы мүмкін. Өйткені барлығы бірдей әрекет етіп жатыр, сіз басқаша әрекет етіп жатсыз, и сіз басқаларға қарағанда бір ерекше нәтиже алатындығыңыз мүмкіндігі бар.